қарай алмаған жұрт бізге гуманитарлық көмекпен 5 техника жіберді. Соның бірі бұл арнайы техника Атлас. Және оның ерекшелігі қандай? Бұл жерде бұл техниканың ерекшелігі бізде міне артқа қарау, жаңағы боковой дейді, ол боковой зеркало, камера осы жерде экранда тұр. Бізде екінші бізде міне рация құралы бар. Барлық жақпен хабарда отырамын. Одан кейін арнайы GPS бар. Осы GPS арқылы уже маршрут бәрін көріп отырамыз. Бұда екі қыстық режим бар, автономка дейді, печкасы ғой. Қанша метрге дейін бара алады бұл машина? Тереңдігі ма? Иә, тереңдігі. Бұл тереңдігін бұл машина тереңдікке талғамайды, барлық тереңдікте де жүзе береді. Судың бетінде қалып жүзе береді. Жолда таңдамайды. Жолда таңдамайды. Жүргізушілердің айтуынша, Атлас жол талғамайтын көлігі 5 адамды тасымалдай алады және тереңдікке қарамастан кез келген жерден өте алады екен. Біз Алматы қаласынан келдік. Кәсіпкер Марғұлан Сесенбай техникасын маған тапсырды. Осы Орал қаласына көмекке келдік. Біз бұл жерге осындай 3 ауыр техника келдік. 2 болотоход, снегоход, және де бір гусеничный, үлкен КамАЗ Кунгмен, сосын сопровождающий машина келді, өзімізбен бірге Хайлюкс, внедорожник. Енді басты мақсатымыз осындай жерге су басып кеткен апат алған жерде адамдарға көмек беру. Біріншіден гуманитарный көмегімізде 130 палаткамыз бар. Осындай ауыл жерге болса 130 адамға лагерь жасай аламыз. Сосын су апатынан жаңағы үйлерінен шыға алмай жатқан адамдарға осындай Атлас сияқты техникамен жетіп барып, ол кісілерге құтқаруға көмектесе аламыз. Бұның бір преимуществосы, дачный участоктардың көшелері өте узкийді, үлкен техника өте алмайды емшесін. Мынандай Атлас сияқты техника, жаңағы ағаштар болсын, жаңағыдай білмеймін енді, қоршаулар болсын, строительный материалдар болсын, солай тұрған жерде және андай узкий көшелерге өтіп, жаңағы үйлерге жете алады. Машинаның өзі де биік, суда батпайды. Сумен де жүзе алады, басқа техника өте алмайтын жерде де өте алады. Одан басқа гусеничный жаңағы техника бар. Ол да қалып қойған техниканы болсын алып шығуға, сондайға мүмкіндік береді алып шығуға. Ондай техника жаңа батпақта бір жерде батып қалса. Енді оған қоса үлкен гуманитарный груз әкелдік. Жаңағы айтқандай 130 адамға раскладушка, жаңағы палаткаларымыз бар үлкен, сол жерде резиновый лодкаларымыз бар. Бұларға резиновый лодка байланады. 700 килограмм жаңағыдай вес көтере алады. Бір жерге барып, адамдарға ішіне салонына 10 шақты адам сыйса, жаңағы лодкаға тағы да адамдар сыяды. Палатка 130 адам сыймыз? Қазір үлкен армейский 10 палаткалар әкелдік. Оның ішіне 130 адамды осындай лагерь жасай аламыз. Андай полевой кухняға арналған өзіміздің арнайы КамАЗ келді үлкен кунгмен. Сол жерде полевой кухняда жасай аламыз.